Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Future Perfect. Future Perfect кезінде келер шақта белгілі бір уақытқа дейін біздің келер шақтағы іс-әрекетіміз бітіп қою керек. Яғни, іс-әрекет келер шақта белгілі бір уақытқа дейін аяқталып қою керек. Ал оның жасалу жолы мұндағы subject ол бастауыш, will және have көмекші етістіктері қатар жазылады да, кейін үшінші формадағы кез келген етістік қойылады. Мейлі ол дұрыс болсын, дұрыс емес болсын. Бұл future perfect шақтағы етістіктер жақтарға қарай айтарлықтай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Бірінші жақта, мысалға, I will have left before you return. Сен қайтып келгенге дейін мен кетіп қаламын. Бұл сөйлемде will және have көмекші етістіктері және left, яғни leave етістігінің үшінші формасы қолданылған. Екінші жақта, мысалға, You will have slept by 10 p.m. Сағат 10-ға дейін сен ұйықтап қаласың. Үшінші жақта, мысалға, She will have got married before summer. Жазға дейін ол үйленіп, немесе тұрмысқа шығып қояды. Ал көпше түрде мысалға, They will have got better when you see them again. Сен оларды көргенге дейін олардың жағдайы жақсарып қалады. Келесі кезекте, осы future perfect шақтағы етістік сөйлемнің болымды, болымсыз сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайтындығына зер салсақ. Болымды сөйлемде, мысалға, Нұргүл will have learned English by next year. Нұргүл келесі жылға дейін ағылшын тілін оқып үйренеді. Мұнда will have көмекші етістіктері және learn етістігінің үшінші формасы learned етістігі жазылады. Болымсыз сөйлемде, мысалға, Нұргүл will not have learned English by next year. Нұргүл келесі жылға дейін ағылшын тілін оқып үлгермейді. Ал мұнда will көмекші етістігінен кейін not көмекші сөзін қойдық. Ал сұраулы сөйлемде, мысалға, Will Нұргүл have learned English by next year? Нұргүл келесі жылға дейін ағылшын тілін оқып үйренеді ме? Бұнда біз will көмекші етістігін сөйлемнің басына қойдық.